ана аталарды көріп сезіп тұрған рухты. Неге мына жаққа қарап жатсыз? Біз тоқтамай мына жаққа. Кешіріңіз. Көріп тұрмайды ғой. 23 миллион кіреді екен. Енді сондай кездерде рухтарды көріп тұрам, келіп тұр, қайта қарап қойып айтып отырмын. Қарап қоймайсыз. Бірдеңе дұрыс айтпасам, киіп жібер, өзім байқамайым, қатты ашуланып кетем да. Бір нәрсе дұрыс болса, сол бәрі жақсы болып көңіл күйлеріне қарап тұрам. Енді мен ол батаны білмеймін ғой, тылсым күш. Жаңа 4 атаның бейнесі келеді, аттарын айтып шақырам. Сосын бір уақытта сұра дейтін. Сол өйткені мен сәрсенбі күні берем ғой. Себебі мен осы емшілік қонар маған сәрсенбі күні қонып маған. Ал мен өзім қайтыс болатын күнімді білем, қасиетті жұма. 63 жасқа қарағанда қай жерде бәрін көріп отырасыз, қызық енді ол. Қай жерге қоятыны, зиратымды бәрін көрдім мен оны. Армысыздар ағайын, Адырна ұлттық порталының арнайы жобасы керек кісі. Дәл бүгін бізде керемет, қызық, қасиет біткен қазақтың вангасы Бақтагүл Сынықшы. Бақтагүл ханым, керек кісі дегені біздің жобамызға, біздің мемлекетке, адамдарға, халыққа, нағыз керек адамдар келет қонаққа. Бүгін сізді көргеніме өте қуаныштымын. Мен білемін, сіз Ақтөбеде тұрасыз. Бірақ осы Алматыға келген сапарыңызда біз әйтеуір міне екі кештің ортасында дейік ұстап алып, сізден сұхбат алғанды жөн көрдік. Өйткені сұрақтар өте көп. Осы Адырна порталына, осы керек кісінің YouTube каналының комментарийіне де бізге жаңағы келесі кезекте қонақты кімді көргіңіз келеді деген сұраққа осы сізді көп жазады. Сол үшін қалайсыз, аман есен жеттіңіз бе? Ақтөбенің халқы қалай? Ел аман, жұрт тыныш па? Бәрі жақсы, рахмет. Енді осы менің естуімше негізі қасиет ата-бабадан бар ғой. Осы қайдан келдіңіз, қалай келдіңіз? Пандемия кезінде халық жаңағы бір қайғырып, тосырқап, қиналып отқан кезеңде меніңше сіз пайда болған сияқтысыз. Бірақ болдыңыз, енді сізді енді сол Ақтөбе жұртшылығы таныды, бірақ дәл барлық Қазақстанға, біздің Қазақстанның вангасы болып атыңыз шыққаны сол жаңағы пандемия уақыты деп ойлаймын. Солай ма? Солай. Кішкене әңгімеңізді айтып жіберсеңіз. Құрметті көрермендер, кеш жарық, қайырлы кеш. Еш ойламаған жерден үш ұйықтаса түсіме келмейтін жағдай болды. Негіз Сынықшымын. Ол 2009 жылдан бастап халық мойындаған. Өзім ем қонып қасиет 3 күннің ішінде. Одан кейінгі бұл жағдай бір тылсым күш көзді ашымғанша болғызды. Қатты қиналып жатқан халыққа телефонды қалай қолыма алып жолдағанымды, бірақ мен қараша айында түс көрдім. Осы Алматыда көрдім оны. Осы міне қызық болып отыр, мен мына эфир сол күнге мен бір жыл болғанда келіп тұрған сияқтысыздар. Мен дәл сол уақытқа сәйкестік келіп тұр. Өйткені қызым 19 ноябрь туған күні болды, мен соған қарсы келдім. 1-2 күн мүмкін разница мүмкін. Мен сонда оны білдім. Бір 2 жыл бұрын шығар, тіпті 1 жыл емес, 2 жыл болды пандемия басталғаны. Сонда мен қызым келген кезімде түс көрдім. Қатты осылай қонақта болдым. Мен ойладым, қатты температура алып қысылдым, бір түрлі ойладым. Мен жаңағы үйдегі кісілер 100 грамм не ішіп жатқасы, может әсер етті ма деп. Жоқ, оказывается, мен ана ұйықтап түс көрдім, аян түс көрді, сөйтіп қиналам. Сол түсімде мен қатты бір іс көрдім дегенде халық жан ұшырып жүгіріп жатыр маған қарай. Ең соңында жолдасым келіп құлап жатыр екен деймін алдыма. Мен біттім деп. Сол ақпанда басталды. Мен жолдасым где-то март-май айында ма екен қатты науқастанып сөйтті. Осы Алматы жаққа машина келем деп шығып, үйге әрең жетті. Сонда жолда кетіп жатқанда груз 200 деп адамдарды алып баратыр дейді. Сонда жолдасым айтты, мен де солай баратын шығармын деп ойладым дейді. Үйге кетіп, мен ойымда түгіш машина алып келдім, машинаға шашу шашып шықтым. Ол әлі жоқ, тек үйге де жетпей далада бір сәкі тұрады, соған құлады осылай.
Содан мен шошып кетіп жолдасымды докторға жіберуге қорықтым. Мықты не істеп тұр, демігіп. Содан сол жерде өзім қазақ ем жасадым. Жаңағы құйрық маймен сыладым, суық бердім. Сөйтіп жолдасым беті бері қарай бастады. Укол системалар қойғыздым. Сонда ол ауруды коронавирус деп ойлайсыз ба? Иә. Коронавируспен сол осы ауруды сөйтіп халық солай жан ұшырып жүгірді. Содан жолдасым неге жақсы болып еді. Содан кейін 1-2 күннен тағы бір інісі қайтыс болды, немере. Соны естігенде қайттан көтеріліп кетті да, атышқысы. Содан мен деген бір WhatsApp-ты қалай ол дауыстық жібергенмін, дауыстықты бүйтіп басқанымда айқайлағанмын халыққа. Қорықпаңдар, енді аз көбейіп кетіп азы қалды, ауру жел болып, кіріп, тер болып шығады. Аталар сөйтіп аян беріп жатыр. Қорықпаңыздар деп жаңа айқайлағанмын. Масадан болса білмеймін. Ол қалай WhatsApp-пен кеткен, бүкіл қалаға кеткен оған дауыстығым. Содан адамдар жіберді, сенің біреулерін басқа біреудің дауысы деп ойлаған. Бірақ сол дауысымның өзі жатқан кісілерді орнынан тұрғызған. Адам қатты қорқып қалған, көзге көрінбейтін соғыс болып, қолына не алып алға деген сияқты күш алдық дейді ғой адам. Содан кейін мен жолдасым, содан кейін ол да сауықты. Сол дауыспен сауықты ма, бір қызық тылсым күштер пайда болды. Біз содан кейін бір қымыз ішуге неге бардық? Қымыз емес, саумал ішейік деп бір таныстарымыздың үйіне барсақ, бәрі жаңа дауысты өзеді. Мына дауыстан мен тұрып кеттім өзімнен өзім. Мен мына дауыстан кейін жақсы болдым деп. Мен да жаңа WhatsApp-тағы дауысым. Содан кейін пандемия уақытта ешқайда шықпай жатқанда бір келіншек мен Астанаға барғанда баласы бөпе көтерді. Тағы бір шаруаларымен емге келіп бәрі күшті болған. Сол баласының қолы шығып кеткен. Сол ең бірінші маған осындай ой салған. Видеомен звондады WhatsApp арқылы. Ханым, көмектесіңіз біздер. Ханым бұл кезде ханым дейді, Бағдагүл дейді. Біздер деген сөйтіп қиналып жатыр, скорый келмейді, мына бала қолы шығып кетті, шырылдап жылап жатыр. Өздері қандастар ғой көшіп келген, қатты сенеді екен қазақ ем. Бір ауыз бірден айтыңыз, сіздің бір ауыз сөзіңіз емдейді деп қоймайды жаңа келіншек. Бала иығы салбырап тұрсын, мен ойымда тұр жоқ, биден мен істедім, ана жолдасы ұстап тұр екен. Менің атымды айтып, бүйтіп былай қарай бір тартып көрші деп бүйтіп едім. Бір ақ бірдеңе бірақ ана үстінен бүйтіп түскендей болды, соткынан көріп. Бүйтіп бірдеңе жалт етті, баланың қолы тарс етіп орнына түсті. Ана жолдасы бүйтіп қорқып кетті. Еще жолдасы сенбей тұрған ғой. Ол да қорқып қалды, мен ойлап, бала деген жаны жай тапты да, солай онлайн ең біріншісін солай салдық біздер. Ең бірінші, қазір енді ол бар, ол әйел сұхбаттарға да түсті ғой. Сол сұрақты мен қояйын деп отыр едім. Сол сөзді өзіңіз айтып қалдыңыз. Негізі сұрақты өзі осы сұрақты қояйын деп отыр едім. Онлайн жаңағы шығып кеткен қолды саласыз. Одан кейін жаңағы онлайн бата, сол туралы айтып беріңізші. Бата туралы айтыңызшы. Сенесіз бе, мен жаңағы қандай бір жұлдызды әншілер ой деп бір аспанға жаңағы аттарын жазып жүрген әншілердің өздері ондай тікелей эфирде мен кәдімгідей өзімнің таңғалғаным 18 миллионға дейін адам кіреді екен. 18 мың. 27 болып кетті. 27 мың миллион деп ғой. 23 миллион кіреді екен. 27 мың. 27 адам мың кіріп кәдімгідей күтіп отырады екен. Енді мен ойлаймын, көмегі болмаса, ол адам бір кіреді, екі кіреді, одан кейін жаңағы өзі қарбалас мына уақытта, қарбалас кезеңде қолын бір сілтейді де қойш дейді. Болды, бұл жаңағы өтірік деген сияқты. Мен өзім қатысқан батаға 18 мыңдай адам қатысты, енді сіз 27 мың деп отырсыз. Мен оны білмеймін, осы 23-ті көріп едім, өткенде біреу жіберген 27 болыпты тіпті. Соны айтыңызшы, онлайн батаңыз туралы айтыңызшы. Онлайн бата енді тылсым күш бұл жерде. Мен ойдейді, бірақ сол үшін ғой мен сіздерді жеке қабылдамын. Жаңа да бір екі келіншек келді, мен айтамын, мен өзім де мына үйді қалай алғамса білмеймін. Бір стакан суға мен жұртпен бірге қатсам, ана аталарды көріп, сезіп тұрған рухты. Неге мына жаққа қарап жатсыз, тоқтамай мына жаққа? Кешіріңіз. Көріп тұрмай тойы. Мына жаққа қарай, шын айтам. Қорықпаңыз. Сосын мына жерде бір нәрсе, сенесіз ба, мына жерде бір нәрсе, менде бір көзімнің алдында бір нәрсе тұр. Кешіріңізші, сөзіңізді бөлдім. Мына жерде маған бір нәрсе кедергі болып тұр. Сіз қарай бересіз сол жаққа? Жоқ, шынын айтам. Мен оны өйтіп тұрған себебім, кейбір осындай сұхбатты мен ойламаған жерден берем.
көп журналистер бізге хабарласып жатыр, мен көбісіне неғып тастаймын. Менде осылай тез болады көз ашымағанша. Мысалы, сіз жаңа келдіңіз, бәрі білмеймін, осылай тез болды. Енді сондай кездерде рухтарды көріп тұрам, келіп тұр, қайта қарап қойып айтып отырмын. Қарап қоймайсыз. Бірдеңе дұрыс айтпасам, кейіп жібер, өзім байқамаймын, қатты ашуланып кетемін да. Бір нәрсе дұрыс болса, сол бәрі жақсы болды. көңіл күйлеріне қарап тұрамын, сол бір әлемде жүрмін енді. Мен тіпті қазір шын айтайын, мына әлемге көп қызығуым жоқ. Өйткені бір нәрсе орындала береді да. Кеше бір келіншек айтып отыр, мысалы, Каспийде ақша салғысы келген ба біреуге, осы ол блокқа түсіп қалған кісі бар да, бұның 30 000 теңгесін салып жібереді осылай. Жаңа жезқазғанда айтады, менің кеше интервьюсы бар, соның сұхбаты. Содан жаңағы келіншек барса, Каспий айтты, жоқ, сіз бізде ондай случай көп, бізге қайтып бере алмайды, оны ешкімда деген. Соттасып көруге болады деген. Бұл ашуланып кеткенде, мен батама қатысыпты ғой. Мә, құдірет деген шексіз екен. Өзінен өзі 30 000 теңгесі ана кісі ашылып кетіп түсіп кеткен, байқамай жаңа салған кісіге қайттан өзінен өзі бір тылсым күш, мынаған өзінен өзі ақша қайтып келген, тіпті наоборот керісінше банк жеңіп қалыпты. Жаңа кешіріңізші, міне бір мына жаққа қарай бергеннен кейін айтып тұрмын. Сіз айтыңызшы маған жаңағы батаңыз туралы. Мен сөзіңізді бөліп жібердім. Жап жақсы келе жатыр едік. Бата деген ең соңғы рет 27 000 адам қатысты. Енді мен ол батаны білмеймін ғой, тылсым күш. Жаңа 4 атаның бейнесі келеді, аттарын айтып шақырам. Сосын бір уақытта сұра дейтін. Сол өйткені мен сәрсенбі күні берем ғой. Себебі мен осы емшілік қонар, маған сәрсенбі күні қонып маған. Ал мен өзім қайтыс болатын күнімді білем, қасиетті жұма. 63 жасқа қарағанда қай жерде бәрін көріп отырасыз, қызық енді ол. Қай жерге қоятыны, зиратымды бәрін көрдім мен оны. Содан кейін сол күні берді негізі маған. Содан кейін халықтың сұрауы жүр, кіші жұманында ал деді. Халық көбейіп кеткесін. 3 күнге қанағат етсін дейді. Оны кейбір кісілер түсінбейді, кез келген уақытта айтады, ондайда ашуланып кетемін. Бірақ бір стакан суды толтырып қояды, қолын тілеп болды. Енді мен кейде айтам, ештеңе сұрамаймыз, тегін ғой, тек 7 теңге ырымын жаса деймін. Енді қабыл болмай қалмасын, садақа қабыл болмай қалмасын деп айтам. Сол кейбір кісілер сенбейді, айтам, не сенбейді, құрсын бір стакан суды әйтеуір ішіп алсаң болса болар деймін. Бірақ көбісі малы табылып жатыр, жоғалып кеткен. Біреудің малы жоғалып кетті, мен айттым, жақсы негізі мал ұрлықта тұр, бірақ сен батаға қатыс, аталар көзін байлап малыңды алдың әкеп береді. Қатысты ана кісілердің малын деген босатып жіберген ғой, байқамай. Үйіне келген, енді ана кісілер тыңдамай қай күні маған өзі мал, көп мал екен ол. Бедеп та мен табылса, өзі айтып қойған, бір сиыр, бір жылқы атайым деген ғой. Бір күні Шымкентте, бір күні Түркістанда. Ол көзді ашымғанша болады. Мен өзім қалай барады, кешегіде айтам, мен мына Талдықорғанға неге келе жатырмын, кіммен қалай болып ұмытып қаламын, кейде қай қалада жүргенмін, қай ауылда жүргенмін ұмытып қаламын. Бір күш өзі алып барады, білмеймін. Қайдан Түркістанға бардық. Неден Тараздан мен Түркістанға келерде қызық оқиға болды менде. Таразда қонақ үйдің алдында тұрмыз, сағат 5 болды. Қыздар шығып болмады, мен ренжіп жатырмын, уже халықтың кездесуі қып қояды. Мен айтамын, мынауымыз емес, 5 сағат жол жүретін болсақ қалай жетеміз деп тұрдым. 5-тен бір 13 минут кеткеннен біз қозғалдық. 2 сағатқа жетпей біз Түркістанда тұрмыз. Білмеймін қалай келгенбіз. Біз бірақ машина көлікпен келаттық, жай жүріп бәттік, ондай қатты жүрген жоқ. Ол 10 жерден қатты жүрсең де сен 2 сағатқа жетпей ешкім Түркістанға жете алмайды Тараздан. 2,5 сағат, 2 сағат Шымкентке барып, Шымкенттен ары қарай неге бару керек. Біз 2 сағатқа жетпей Рекс қонақ үйінің алдында тұрмыз. Еще біз шықтық деп сообщение жібердік қой. Сол кезде ана адамдар айтқан, күтетін адамдар. Қой, онда олар где-то 9 адамнан келеді. Үйлеріне кетіп қалған, біз енді кіріп келаттық деген кезде шошып кетіп шамалақ адам жиналып үлгерді ғой. Қалай олар деп түсінбей жатыр бәрі. Мен кіріп келатқанда бәріміз ұйқылы ояу болдық бірақ. Бір түрлі бәріміз ұйқы қысты. Тіпті жүргізіп кеткен водительдер, мен ұйқым келіп жатыр деді. Сосын мен өзім де ұйықтап кеттім да, бір 60 километр қалған кезде бір қақпашылық түсімде нені көрдім, арыстанды. Шошып ояндым, сөйтсем, біз балаға айттым, біз Түркістанға келдік па не деп, қараңғылау жүр, жоқ біздер деген Арыстан бабаға бұрылатын жердегі атқан екенбіз, 60 километр қалды, Түркістан 60 километр қалды деді. Содан бір нәрсе ақ ерес қорқып, қасыма қарау қорқып, қапталымнан еріп кетті, арыстан ырсылдап.
Сосын мен қорқып кетіп қараңғы жер болғасын. Тек жарық, Түркістанға жақындаған жарық көрінген кезде барып жайлап мен оны түсірдім. Видеоны былай түсіруге бірақ қорықтым, шынымды айтайын. Алдымнан түсіріп өттім, алдыма түскен кезде арыстанның ақырған дауысынан дейін бәрі видеоға түсіп қалды. А мен оны өзімнің Инстаграм желісіне салдым. Кәдімгі арыстан баба болып, арыстан бабаның басына келген арыстан айқайлап қарсы алды мені. Бағдагүл ханым, жаңа ғана айтып кеттіңіз ғой, арыстан баптың басына жақындап қалған кезімде бір дыбыстар естідім, соңынан машинаның соңынан, көліктің соңынан бір арыстан жүрген сияқты. Негізі сондай көп нәрсе естимін. Аруақтар неге бір жан-жануар, құстың бейнесінде солай келеді? Өйткені құс, жан-жануар негізі адамдардан да қарағанда жазықсыз, таза ғой олар. Арыстан бейнесінде көрдім, ал Есет атаны қыран құс бейнесінде көрем көбіне. Біздің мына Назаралы ата деп айтамын, ол кісіні қыран құс бейнесінде көрем көбіне. Сосын көбіне солай көрем, иә, дұрыс ол сөз. Сосын мына бейнеуде болғанда, бірақ бір рет Аллах деп жазылған жазуды мен видеоға салғаным бар. Көбіне сондай тылсым күшті. Сосын мен қай қалаға барам, бүгін деміне ауа райы қарашы, 2-ақ күн, 3-ақ күн болам, сол қалада қатты борап атқан боран тоқтап қалады, күн жақсы болып тұрады, сондаймын. Сосын бір күні қызық оқиды, бір атақты әйелге ренжіп қалып ашу үстінде, неге ол мені мазақ қылады, маған сенбей ма деп, жаңа кейде мас адам сияқты сөйлеймін. Керек болса, Атырауда 2 ай болды жаңбыр жауған жоқ дейді, бір рет Атырауда отыр екем. Керек болса, қазір жаңбырды жауғызып беремін деп 3 рет бүйтіп бұрылып қарағанда, далада қатты жаңбыр жауды. Содан бір әр есімде Нұртілек деген асаба, мен атын атап тұрып айтайын, бұл шындық. Жүгіріп, қорқып даладан жүгіріп келді ғой. Ойбай, ханым, 2,5 ай жаңбыр жаумаған, жаңбыр жауып жатыр деп. Сосын тұрдым, ханым, кешірші, маған бір той тілеп жүресіз бе? Бір стакан су берейін, 6 миллион қарызым бар еді деді, осылай үй салдым. Әкел бір стакан суыңды деп оқып бердім, тек ертеңіне сағат 9-да кетіп батып естіген, той өзінен өзі ашылып кетті. Бағдагүл ханым. Енді сол Нұртілек інімді көре алмай жүр. Бірақ мен қанша елдерге барғанда өйтіп қатты енді не араламаймын, көп зират етіп бүйтіп, рұқсатсыз араламаймын. Өзім бекет аталарыма жылына бір барам. Содан бір кезде келіп жатқан кезімде қорыққаннан ертең арыстан бабаның басына көз ашымғанша бір мал садақамды беріп, медресеге берді, медресе сол жерде ата бердім, иә, аумин. Одан кейін Асатаяқты аларды да қызық оқиға көрді. Асатаяқ берді ғой маған. Иә, Асатаяқпен осы біздің тыңдап көріп отырған қызық уақиғаның желісінде отырған керек кісі деген біздің Адырна ұлттық порталының көрермендеріне айтып кетейін. Шынында да ескі Асатаяқ екен, мен көрдім өзім. Кейде бір жағдайлар болады, шынын айтсам енді қатты сеніп кетпесек те, өнер адамы болғандықтан тазарғымыз келеді, энергетика дейміз. Сол үшін бір Бағдагүл ханымды іздеп барып, сол кезде мені әбден Асатаяқпен ұрғаныңыз бартында. Асатаяқ туралы айтыңызшы. Асатаяқты мен білген жоқпын, мықты аңқау сияқты жүрем мен өзім. Енді тылсым көз түсінбеймін, бұрын намазда оқып көрдім, бір әлемде жүрім, өзім түсінбейтін. Бірақ жақсы нәрсе екенін білем, өйткені халыққа көмектеседі ол. Үнемі халыққа көмектесетін зат. Сол сөйтіп жүріп бір күні деген бір орыс қызы, бекет атаның басына барсам, орыс қыз бұл бір таяқ сияқты бір нәрсе ұстап алған, бүйтіп ұрып адамдар сөйтіп жатыр, андай оранып алған. Сосын мен шошып кетіп атаға сөйлесем, атаны көріп рухымен. Ата, неге ана орыс қыз, мен неге олай істеп жатыр, мен айтайын ба, мына жерде адам емдеуге болмайды ғой, негізі аталардың басына. Жоқ, тиме, ол менің қызым деді, ата, менің рухым оған деп. А неге ол деп, жоқ, оның көзіне қарады, көзіне қарасам, көзі жылы, мейірімді екен. Соның қолында Асатаяқ болды. Бірақ ол кім орыс қыз екен мен білмедім. Ақтөбенікі деп біреулер сөйтеді. Содан бірақ қап-қара
киініп алған хижаб сияқты. Сосын ол орыс қыз бүйтіп жымиып маған бүйтіп қарады, ол да. Мен де бүйтіп қарадым да, мән берген жоқпын. Қолында асатаяғына қызығып, ата маған да асатаяқ керек дедім. Сосын мен еркелеуім кішкене, сосын атана рухайды, онда оң жағына қарай бұрыл да, былай қарай жүр, алдыңда жатыр, ал деді. Бұрылып едім, дәл алдымда таяқ жатыр сол. Ала беріп едім, қолымнан тағы бүйтіп атасы ұстады да, қожайыныңмен келіп алсайшы, ол кісі әлі ондайды дұрыс түсінбеген сияқты бір нәрсеге ұрынып қалар деді. Енді кішкене 100 грамм қорқыпты. Кейде балалармен неде пиво не ішіп қоятын ол. Сосын мен жолдасыма айттым да, қорқып кетіп тастай салдым, мен күйеуім бір не болып қалды дегесін. Келесі жылы келіп алсайшы, өзімен келіп деді. Мен одан кейін ойлаған жоқ, май айында мен қайттан баратын болдым. Жол түсті. Сол кезде жолдасым өмір барып көрмеген кісі, мен де барам деп, ондай көп қызықпайды. Сөйтіп жолдасыммен келдім. Келген кезде асатаяғым деп қоймадым. Сосын бір кезде атайды, қазір мына жағында болады деді, ол кезде сол жағын көрсетті. Алдыңнан киіктер, арқарлар шығады деді. Арқарлар аямай қаптап кетті мен барған сайын. Толып бір рет барғанымыз су ішті бәрі келіп. Бір алдымнан бұлай жүгіріп толып кетеді, кәдімгі бір түрлі болды, ерекше толып. Сосын біз сөйтіп арқарлар жүгіріп бірге сол жағын көрсетіп барсам, барайын деп атайын, атайды, неге барасың? Бірінші зират етіп ал, сосын аласың ғой деді. Деп зират етуге бардым, зират еткен кезде барып, қайтарда сол тас қойып кеттім, сол жерде кезін тас тұрған жерден тапты, жолдасым тауып алды, нечайын. Бір арқарды суретке түсем деп бүйтіп жүгіріп еді, алдында жатыр екен, көтеріп көзіне көз маған мынау емес пе асатаяқты көрсетіп тұр. Бірақ сол кезде жолдасым бір түрлі болды. Бір жол, кәдімгі атаның темір өзінің жолымен жүрмей, қырмен бүйтіп шығып барады, тыңдамайды мені күн ыссы. Мен айтмай, сен давлениең бар, шықпасен бір кез қолына су беріп үлгердім. Өзінен өзі шығып жар ортаға барып, мен қысып тұр, айтайын ба? Қысылып отырмын. Әрі қарай, қазір сені айтып сайын. Сол бүйтіп жолдасым айтады, неге дейін бүйтіп шықтым да. Көзіңізден жас. Әрі қарай не істей алмай қалдым дейді. Демала алмай қалдым, басыма суды құя бердім дейді. Артқа қарасам құз дейді. Сөйтіп бірдеңе шыққан соң бойы тазарған екен. Сөйтіп пейбісін бәрін қойып кетті ол кісі. Қазір ішпейді уже. Сөйтіп үйге асатаяқ келді. Асатаяқ келеді, атаның басы жабық болды садақа беруге. Маған айтты, жер асты мешітіне барып бер, бейнеуге деді. Содан мен адамдар қайттан хабарландым, достар тез етейік, мен бейнеуге барып садақа беремін, бір сиыр садақа бер, қара деді, бір нүктесі жоқ деді. Содан мен ояқтың адамдар өздері ақша жинаған, бір арзанға 200 мыңға бір арзан сиыр тапқан бірден. Мен айтамын, неге олай істейсіңдер? Жоқ, мен қазір халық қайтам деп халық қайттым, 500 теңге семья басына жинайық, жанұя басына. Мына асатаяққа біз садақа берсек, бұл ем болады деді. Мына пандемиядан соң аман қаламыз еще деп сөйледім. Адамдар 500 теңге салған кезде 1 миллион ақша түсті. Мен соны бір тиын алған жоқпын, сразу бейнеуге аудардым айттым. Ата айтты, ең арзан, ең қымбат бір нүктесі жоқ қара сиыр алсын деп айтты дедім. Сосын бұлар бір түрлі, маған телефоннан бір түрлі болды. Біздің жақта сиыр сатпайды, біз оны аяқтан аламыз деп. Көп сиыр біз жақта болмайды деп. Сосын мен үндеген білмеймін, өзі табылады деді. Содан бұлар бір ауылдың ішіне біреу айтады, осы Орал жақтан бір машина сиыр келіп атты, тездетіп қараңғырайды. Бұлар жүгіріп барып қараса, қақ алдарында үлкен пілдей 600 мың тұрады екен. Бір нүктесі жоқ қап-қара сиыр тұр дейді. Содан халық шошып кетіп, осы сиырды бәрі жүгіріп, бір теңге түсірмеді ғой. Ана кісі қорқып кетіп, емші сөйтіп айтты десе, қорқып түсірейін деп айтты, онда түсіріп берем ғой деп сөйтесе, жоқ, бір теңге түсірме деп айтты, осы міне сен ақшаны алып алып, сен сиырға жармасасың дейді ғой. Сөйтіп сиырды сойып, аяқ астынан ұйықтаса түсірмеді, тез жылдам сол ненің басында садақа бердік. Сол садақадан шығып кетсем, бір екі кішкентай ұл мен қыз байды құр бақа бар, бақаның күттейлау түрі бүйтіп келе жатыр, алдымда бақа тасы бар. Содан аузында шөгі бар екен еще. Мен оны білем, қолыма біреуін күйеуім мына жеріне қойып, біреуін мен мына жеріне қойып, қарасам аузында шөгі тұр. Нәсібе. Сосын бір жігіт айтты, мына кісінің бақасында шөп тұр деді, тез жек қойыңыз деді. Жек қойыңыз, шөп тұр. Жаңа айтып жатсыз ғой, мен қысылып отырмын деп отырсыз. Одан кейін жаңа көзіңіз кәдімгідей жасарып кетті. Осы мен өзім көріп жүремін, қанша аурушаң адам келеді. Олардың энергетикасы, қанша адам бата сұрайды. Соңыздан қалмайтын фанат әйелдерді көрдім өз көзіммен. Соның барлығынан қалай демаласыз, қалай емделесіз, қалай тазарасыз. Оның барлығы адамдармен жаңағы біздің өзіміз концерт бергенде, былай айтқанда
тап-таза сахнада тап-таза ауырмайтын адамдармен былай қарасаңыз концерт берген өзінде шаршап шығамыз. Ал сіздерге келетін адамдар алдарыңызға ауру сырқау келеді ғой. Қалай тазарасыз? Өздері енді ұйықтамаймын мен, вообще былай ұйықтамаймын. 2-ақ сағат ұйықтаймын. Түнімен телеграмманы оқып беремін. Күнде осылай, міне өмірім күнде осылай. Сосын ұйықтамағаннан кейін бүкіл телеграммадағы ауруды бір 5-ке таман аяқтаймын, бітіріп. Намазымды оқып аламын, мен таң намазы оқымасам ұйықтатпайды. Сонымен кетеді шығар деп ойлаймын. Тек таң намазы оқимын. Таң намазымен дейсіз ғой. Сосын бірақ Асатай қасыма жатады. Сонымен ұрғылаймын. Бірақ қиналамын енді. Жаным қинады, тегін қараймын мен телеграмма. Кейде жолдасым сол тікелей эфирден алып тастадым жолдасым. Себебі жолдасым ренжиді, кейбір кісілер маған неше түрлі жаман пікір жазса, ол көзімен көріп отқаннан кейін мені аяйды да, мен жаман қиналып отырсам, сонда күн ұзаққа анау телеграммадағы адамдардың оқығанда халқыма деген сүйіспеншілігім сразу емдейтін. Жүрегім ауырады аналарды көрсем. Сол шыдаймын, сосын соларды көргенде өзіме береді. Жаным қиналып жатса да соларды уайымдап шыдап жатамын. Солай күнде өмірім солай. Бірақ өздері бір айына бір 5-6 айда, 2-3 айда өздері демалтады. Бірақ кейбір өзінен өзі ұйқы келе беретін болады. Түнімен ұйықтап қалам, сондай бола бастаймын. Ондай кездер демалып аламын. 5-6 айда бір белгі береді. Сені ойлаймын, ертең өзінен өзі Египетке бір жерге жібереді, кеше аяқ астынан Египетке барады. Енді бұл жақта демалу мүмкіншілік жоқ. Мүмкін емес. Соған неғып тұрған шығар, біріне демалам деп ойлап отырмын. Қуанам, есіме түсіп кетсе қуанам. Ертең де 200 адам жазып қойдық. Осы неден. Енді мына халық үшін соққан жүрегіңіз ешқашан тоқтамасын. Еміңіз әр уақытта тек қана осы жаңа айтып жатсыз ғой, қара халыққа шипасына келсін. Не айтамыз? Енді кішкене жаңа қоймай айтып жатсыз ғой, жолдасым дейсіз, ол кісіні инстаграмда мен білем, қожайын деп қоясыз. Бізде енді әбден құлағымызға сіңді осы сөздер. Отбасыңыз туралы біраз айтсаңыз, жаңа бала шағаңыз туралы осы біздің. Шүкір отбасым. Не тілесең тілегім бәрі қабыл болып жатыр, рахмет. Өзім сол үшін жұрттарға айтарым, халықпен бірге отырып алу керек батаны. Жеке сұрау болмайды. Мен ешқандай оның жаңағы басшыма ол маған мен үшін ерекшелігі жоқ қой. Тек жұртпен бірге алу керек. Солай ешқандай ақша ұсынудың қажеті жоқ оған. Не берсең де жұртпен бірге ризашылықпен алу керек. Бір стакан судан да тіпті ауруынан сауға болады. Батан қабыл болып, не тілесең тілеген қабыл болады. Амин. Бағдагүл ханым, осындай керемет позитивті нотада біз сұхбатымызды аяқтаймыз. Және де тағы бір айта кетейін, мына біздің қарап отырған ағайын, жақын арада батаға қатыстым. Содан кейін бұның барлығы жаңа сіз айтқандай аяқ астынан бір ешқандай бір ойламаған жерде Риксоста кездесіп қалдықта. Содан кейін бұл кісіні енді күтем, онда батаға қатысайын күтем дедім. Сосын орамал жоқ қой енді. Орамал жоқ қой. Орамал жоқ, басымда орамал жоқ, не істеймін деп едім. Бір кезде жаңа ғана осы 2 минут бұрын бұл кісіге бір адамдар орамал ұстатып кеткен екен. Сенесіз ба, сол орамал маған бұйырып, менің басыма тағып, содан кейін енді мен былай айттым, Алладан тілеймін, Бағдагүл ханымның батасына қатысып, енді мен осы басыма орамал тағатын күн деп айттым. Есіңізде бар ма? Есіңізде, соны айтыңызшы. Бұйырса, тілегің қабыл болады. Өйткені ол орамал есімде көк нор кісі болды. Оны айтам, анау мынау ер азамат емес, дәулеті мен сәулеті жарасқан. Амин, амин. Өстіп, керек кісінің арқасында бата алып алайықта. Алла денсаулық берсін барша елге. Маңғыстауда жатқан Бекет ата, Есет, Назаралы, Сынықшы Біртай ата өзінің отбасынан шыққан әруақтар 362 әулие қолдап, денсаулық, аманшылық, бас амандығы, байлық, бақыт, басымызға оған бағымыз болсын. Алла сүйгеніңе сүрінбей қосыл, мықты азаматтың жары бол. Аумин, ал. Көреміз енді. Бұйырса.
Қадірлі ағайын, бүгін керемет сұхбат болды. Тағы да осы Бағдагүл ханымның негізі жақсы көретін сөздерінің бірі аяқ астынан деген. Аяқ астынан осындай жағдай болды. Адырна ұлттық порталының жобаларын қараңыздар, осы сайтқа жазылыңыздар, осы қызық бағдарламаларды қараңыздар, және де бүгін алыстан ат артып келген Бағдагүл ханымға Адырна ұлттық порталының атынан бір шоқ бір шоқ гүл әр уақытта сәтті сапар тілейміз сізге. Аллах жар болсын, аман болыңыз. Біз тек қана сізді асыға Алматыда күтеміз.